Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына орай Абай даналығы халық мұрасы атты челленджді 53-ші орта мектептен қабылдаймыз. Абайдың 5-ші қара сөзі. Көкірек толған қайғы кісінің өзінде белетпейді. Бойды шымырлатып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан гөрі өзі есті кісі болып, ескермеген нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болған сығаны. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Әуелі, түстік өмірің болса, күндік мал жей. Мал адамның бауыр еті. Мал тапқан ерде жазық жоқ. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат деген сөздер өте көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдарда не шықты? Мағлұм болды. Қазақ ел үшін, тыныштық үшін, білім үшін қам жемейді екен. Мал үшін қам жейді екен. Бірақ ол малды қалай табуды білмейді екен. Бар білгені малдыларды алдап алмақ, яки мақтап алмақ екен. Малды болса әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, осыған ұқсаған қылықтарды қылып жүріп мал тапса, жазалы демесек керек екен. Бұлардың жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақ көрсе қорқушы еді. Бұлар тозақтан да қорықпайды екен. Жас бала ұялса жерге ене жаздаушы еді. Бұлар неден болса да ұялмайды екен. Артылғаны сол ма? Қолымыздағыны үлестіріп талатпасақ, бізде өзіндей болмасақ безеді екен. Іздеген еліміз сол ма? Челленджді 55-ші орта мектеп гимназиясына жолдаймын.